Ендеше күнәларды кетіру жолын іздейікші. Алла тағала сол кетіру жолына бізге жол қойған бекен? Әлбетте. Өткен Алла тағаланың өзі айтпай ма? Менің азабым өте қатты, бірақ менің мейірімім одан да асқан зор дейді. Алланың мейірімі Алланың ашуынан жоғары тұрады. Алланың мейірімі Алланың азабынан биік болады. Онда бізге және сізге Алла тағала қандай жолдар қойған екен сол күнәміздің кешіріміне? Не істесек Аллаға жақындаймыз? Не істесек ертең сол жаман істерімізден ажыраймыз екен? Ғалымдарымыздың айтқан сөздері көп. Бірақ сол сөздерді жинап алсақ, күнәнің 10 түрлі кешіретін жолы бар екен. 10 түрлі. Аз емес, өте көп. Алланың мейірімінің кеңдігін осы 10 түрлі затты айтып келе жатқанда таңырқайсыз, бауырлар. Оның 4-еуі мына дүниеде екен. Мына дүниеде сол 4-еуіне жете алмаған адам қабірде жетеді екен. Қабірде тағы да 3 Алланың кешірімі күтіп тұрады. Одан да құр қалған адам қияметте 3 Алланың кешірімі күтіп тұрады екен. Ол қай есіктер екен, бауырлар? Сол есіктерді жаймендеп ашып көрейікші. Мына дүниедегі Алланың кешірім есіктері. Біз бір қандайда бір амал жасаймыз, бірақ қателік кетер, күнә кетер. Сол күнәнің жойылуы үшін бірінші орында ең алғашқы есігі бұл тәубе. Тәубе есігі. Күнәсінің кешірімін сұрап, шын өкіну, күнәсінің күнә екендігін мойындау болады, бауырлар. Тәубе есігінің кеңдігі сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір қария кісі келіпті. Қария кісі келіп, пайғамбардан сұрайды: «Ей Абдумутталиптің баласы, бір адам бар дүниеде, мына әлемдегі күнә біткеннің барлығын жасаған. Қандай күнә бар, соның барлығынан үлесі бар. Сол адам Аллаға жүрегін ашса, кешірші десе, кешіре ма?» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: әлбетте, әлбетте кешіреді. Алланың мейірімі кең дейді. Анау кісі қуанып кетеді. Сөйтіп кетіп бара жатып тоқтай қалады. Сөйтеді де және бұрылып: ал егер ол адам пенде ғой, қайтадан күнә жасап қойса ше дейді. Кешіреді дейді. Сонан соң сәл тоқтай тұрып: ал тағы жасаса ше дейді. Тағы да сол күнәға ұрынып қалса, пайғамбарымыз айтады: егер адам Алладан кешірім сұрап шаршамаса, Алла тағала кешіріп шаршамайды дейді. Алла тағала кешірімнен шаршамайды. Сонда әлгі қария кісі қолын көкке көтерген күйі «Ла илаха иллалла» деп Алланы мақтай бұрылған екен дейді. Бауырлар, тәубенің есігі үлкен, бірақ уақыты бар. Ол уақыт адамның жаны
алқымына жеткенге дейінгі кез. Кімнің жаны алқымына жетеді, ол кісінің тәубеден үлесі қалмайды, бауырлар. Күнәларымызға тәубе етіп қалайық. Тәубе дегеніміз күнәңізді мойындап, соған қайтып бармаймын деп сөз беру екен. Екінші есік бұл истиғфар есігі. Алладан кешірім сұрай білу есігі. Пайғамбарымыз айтады, барлық адам баласы күнәһар, солардың ішінде күнәсінің кешірімін сұраушысы абзалы дейді. Ең дұрысы адамдардың ішіндегі күнәсінің кешірімін сұрайтыны дейді. Алладан көп кешірім сұрау керек, бауырлар. Бір кітаптарда жазады, бір ғалым кісі түнделетіп ел аралап жүрсе, түнде бір кісі үйінің шатырына шығып Аллаға жалбарынып тұр дейді. Сол жалбарынып тұрғандағы бір әсем айтқан сөздері Аллахумма ғфирли фа иннам тағфирли фағфирли деді дейді. Я Раббым, мені кешірші. Егер мені кешірмесең, кешірші деді дейді. Есік жоқта басқа қағатын. Яғни Раббым, менің күнәмді кешір. Себебі осылай кешір деп қағатын басқа есігім жоқ деді. Бауырлар, басқа есік жоқ. Алланың есігінен басқа. Бұл есікті жаппаңыздар. Пайғамбарымыз айтады, мен күніне 70 мәрте күнәмнің кешірімін сұраймын дейді. Пайғамбар. Ал бір сөздерінде айтады, мен күнәмнің кешірімін бір күнде 100 мәрте сұраймын дейді. Сіз неше мәрте сұрайсыз? Неше мәрте күнәңіздің кешірімін сұрайсыз күніне? Бауырлар, мына қу дүние деп таңға жақын әтешпенен бірге тұрамыз. Кешке жұлдыздардан кеш жатамыз. Сол дүниенің арқасында тіпті оңға солға қарамай өтіп кетіп жатқан күндер ай. Бауырлар, сол күндер қайтып келмейді ғой, білесіз бе? Сол күндер қайта оралмайды. Сол бір сәттер қайтып келмейді. Күнәңіздің кешірімін сұрап қалмасаңыз, қайда барып тоқтайтынымызды білмейміз ғой. Алланың күнә кешіретін есіктерінің бірі бұл қайырлы амалдар. Жақсы ізгі амалдар. Алла тағала айтады, жамандықтың соңынан жақсылықты ергіз өшіріп кетеді дейді. Яғни бір қандайда бір күнә жасасаңыз, соңынан жақсылық жасаңыз, ана күнәні жаба бастайды дейді. Сол күнәні өшіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан келген хадистер бар. Сонда айтады, егер бір адам бір күнә жасаса, иығында екі періште отырады. Оң иығындағысы жақсылығын, сол иығындағысы жамандығын жазады. Сонда оң иығындағысы сол иығындағысына басшы дейді. Сол иығындағы адам, егер сол иығындағы періште адамның жасаған күнәсін байқап қалса, бірден жазайын деп тұра қалып, оң жақтағыдан сұрайды екен дейді. Мына адам жасаған ісін көрдің бе? Жазайын ба дейді екен. Сонда оң жақтағысы айтады екен, тоқтай тұр. Бір сәт күте тұр дейді екен. Мүмкін кешірімін сұрап қалар. Мүмкін жақсы амал жасап қалар дейді екен. Қараңызшы,
Алла тағала сіз бенен бізге күнәміздің жазылмауын қаншалықты жауып тастады деңіз. Пайғамбарымыздан келген көптеген сөздер бар, білесіздер, қайырлы, сауапты амалдар үшін. Олардың күнәнің кешетіні жайлы айтылған сөздер көп. Мысалы, пайғамбарымыз айтады, кімде-кім 5 уақыт намаз оқыса, және әр намазынан соң 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар деп, 100-шінде ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах деп айтатын болса, Алла тағала ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешеді дейді. Пайғамбарымыз бір сөзінде айтады, кімде-кім Алланың ризалығы деп, намаз оқимын деп дәрет алатын болса, сол дәрет алған ағзаларынан күнәләрі сумен бірге ағып шығады. Бетін жуса, сол көзінен жасалған күнәлар, қолын жуса, қолынан жасалған күнәлар, аяғын жуса, аяғынан жасалған күнәлар ағып түсіп жатады дейді. Кімде-кім екінші бір мұсылман бауырын көріп қалғанда ассаламу алейкум деп қол алысып, қолын сілкісе, екеуінің қолының арасынан күнәлар төгіліп түсе береді дейді. Пайғамбарымыздың бұлай айтқан сөздері көп. Мұның бәрін жасап жатамыз, жасауға әрекет етіп жатамыз. Бірі қалса, бірақ бірін қалдырмауға жасанамыз, ұрынамыз. Бауырлар, бірақ байқайсыздар ма? Сонда да күнә артылып қалады ғой. Сонда да күнәлар артылып қалып жатады. Күнәларды кешіретін тағы да бір жол бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мұсылман адамға қандай рахат. Бір қайғы көрсе, бір қасірет төнсе, тіпті сырқаттанып ауырса, не болмаса, бір қолына кішкентай ғана тікен кіріп, мазасын алса, бірақ соған бұл Аллаға шүкір деп, Алла үшін сабырлық ететін болса, Алла тағала сол арқылы ол кісінің күнәсін кешеді дейді. Яғни күнәлары сол Алланың берген қиыншылықтарынан да кетіп жатады екен, бауырлар. Қараңыздар, халайық, Аллах табарака ва таала тіпті көп адамдар ойлайды, менің басыма қайғы берді, менің басыма бір қиыншылық берді, не жаздым дейді ау. Бірақ Алла тағала бұны бекерге бермейді екен. Қандай да бір басыңызға қиыншылық түссе, біліңіз, сіз тазарып жатырсыз. Сіздің күнәңіз соменен кетіп жатыр. Себебі пайғамбарымыз айтады. Себебі тот басқан, зең басқан темірді жалтырату үшін отқа да салады ғой дейді ұста. Дұрыс па? Ең жақсы жолы сол тот басқан темірді отқа салып күйдіру. Немесе үстінен егеу менен егеу болады. Сол егеу егелесе темір жалтырайды. Дәл сол сияқты, бауырлар, басыңызға қандай да бір дер сырқат науқас болса, не бір қайғы қасірет, не бір басыңызға келген ауыртпашылықтар болса, немесе ең құрығанда бір кішкентай бір тікен кіріп мазаңызды алса, біліңіз,
Аллаға сабырлық ету үшін келді бұның барлығы. Сабырлық етсеңіз болды, сіздің күнәңіз кешіріле береді. Сіздің күнәңіз соны менен бірге өшіріле береді. Бірақ, бауырлар, осы бір 4 нүктенің жанында айта кететін мәселе бар. Мына дүниеге адам келеді. Осы дүниеге келгенде көп адамдар ояу жүрмейді ғой. Сондықтан мына айтылған 4 түрлі күнәсінің кешіретін жолдарын көрмей өтіп кететіндер бар. Күнә жасайды, тәубесіне келмейді. Күнә жасайды, Алладан кешірімін сұрамайды. Күнә жасайды, бірақ Алла үшін деп қайырлы амал жасамайды. Қайырлы амал дұрыс жасалыну үшін оның 2 шарты бар, бауырлар. Біріншісі, бұл Алланың ризалығы үшін болу керек. Яғни, сіз бір жақсылық жасасаңыз, сол жақсылықтан тіпті рахмет деген сөзді де күтпеуіңіз керек. Түсінесіз ба? Яғни, біреуге жақсылық жасадыңыз ба? Енді ол адамнан тіпті рахмет деген бір ауыз сөз де күтпеуіңіз керек. Екіншіден, сол жасаған амалыңыз шариғаттың аясында болу керек. Алланың рұқсат еткен амалдарынан. Яғни, бір адамға жақсылық жасаймын деп, екінші адамды өлтіру емес. Немесе біреуге жақсылық жасаймын деп, біреудің үйін тонап кету емес. Біреуге жақсылық жасаймын деп, доңыз сою емес. Адал Алланың рұқсат еткен амалдарын орындау болады. Осы 4 амал көп адамға нәсіп етпейді екен. Көп адам осы өмірде бұл істерді көрмей, байқамай өтіп кете береді. Басына қайғы келеді. Бірақ бұл қайғыны Алла тағаладан келді, мен сабыр етейін демейді. Бір қайғы кесе бірден налып жылайды. Алла, Құдай, мен саған не жаздым? Ойлаңызшы, сонда өмір бақи рахат пенен май шелпектің арасында жүруіңіз керек екен ғой. Солай деп ойлайды бұл адам баласы. Бірақ бұның барлығы арман екенін біліп тұрсыз ғой. Бұның барлығы орындалмас іс екенін аңғарған шығарсыз, осынша өмір көрдіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында бір әйел кісі шашын жұлып қабір басында жылап жатыр екен. Сонда пайғамбарымыз жанынан өтіп бара жатып, сабыр етіңіз, сабырға келіңіз десе, әлгі әйел кісі жаман көзбен бұрылып қарап, сенің басыңа түскен жоқ қой бұл іс, сен білмейсің деп қайта жылай берді дейді. Пайғамбарымыз үндемей кетіп қалды. Бірақ жанында қалған бір адам анау әйелге айтты дейді: ей бейшара Алланың пендесі, жаныңа келген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам еді ғой, сен не деген сабырсыз едің дегенде, анау кісі жалма-жан көзінің жасын сүрте пайғамбардың соңынан жүгіріпті. Ол кісі үйіне кірер кірместе жанына жетіп: я Расулалла, кешіріңіз, кешіріңіз, мен сіз екенін аңғармаппын мына қайғыменен дегенде, пайғамбарымыз сабырлық деген алғашқы соққыда болады деген екен. Бауырлар, алғашқы соққы кезінде сабырлық таныту керек болады. Ең бірінші осы кезден сізден білінеді. Көп адамдар бар, басына түскен қайғыны Алладан көргісі келеді, өзінің күнәсінен емес. Құранда айтады Алла тағала, жер бетінде жасаған адамның күнәсінің себебінен бүкіл апаттар менен қайғы қасіреттер болып жатады дейді. Жердегі апаттар
ауыртпашылық, қиыншылықтар, бұның барлығы адамның жасаған күнәсінен болады, бауырлар. Адамнан үлкен залым жоқ жер бетінде. Адамнан үлкен күнәһар жоқ бұл жер бетінде, бауырлар. Адам деген атты көтеріп мақтанамыз ау. Бірақ білесіз ба, Абай атамыздың бір әсем сөзі осында келмей ме? Адам боқ, көтерген боқтың қабы, одан сасық боласың өлсең дағы деп. Бауырлар, адам бір тезек іспетті ғой. Немесе сол тезекті көтеріп жүрген қап емес пе? Рас, өлсе мұның жанында тезек одан жақсы болады. Бауырлар, осы 4 нәрседен айырылған адам сонымен амалы бітпейді екен. Алла тағала өзінің кешірім есіктерін жаппайды екен. Тәубе есігі жабылады, иә, бірақ басқа есіктері ашыла бастайды екен.